Ассалаумалейкум, арнамыздың құрметті де қымбатты көрермендері. Біздің арнаға қош келдіңіздер. Егер сіз біздің арнаға алғаш рет кіріп отырсаңыз, бізбен бірге болу үшін арнамызға жазылып, видеоның астындағы лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау, әрі сіздер үшін жаңа қызықты видеоларды жіберіп алмауға мүмкіндік береді. Енді концерт өткізбеймін ау. Роза Әлқожа ренішін білдірді. Өнер иесі Шымкентте өткен жеке ән кешінен ешқандай пайда көрмегенін айтты. Әнші Роза Әлқожа концертін ұйымдастырушыларға ренішін білдірді деп жазды Айкын қызы. Өнер иесі Шымкентте өткен жеке ән кешінен ешқандай пайда көрмегенін айтты. Сонымен қатар ұйымдастырушыларға көңілі толмағанын жеткізді. Шымкенттегі концерттен бір тиын пайда жоқ. Баяғыда Қызылорда мен Ақтөбеде Дастан деген жігіт концерт өткізіп 3,5 миллион теңге қарызын әлі берген жоқ. Қанша жыл болды? Осындай концерттерге күлкім келеді. Өліп-өшіп халықтың алдына шығатын мен, концертті жүргізетін мен, ән салатын мен, елге жауап беретін мен, бірақ пайдасын көретін ұйымдастырушылар. Мейлі ары білсін. Анаған кетті, мынаған кетті, үйтті, бүйтті дейді. Ұқит-сұқит, салпақтап жүрген кім? Еңбегін төккен кім? Шаршап өлейін деп жүрген кім? Таңғаламын. Бұдан кейін концерт бермеймін ау, дейді әнші. Сіздерге жеткізетін хабарларымыз әзірге осымен аяқталды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз сіздерге ең соңғы жаңалықтарды тұрақты түрде жеткізіп отырамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.